диетаға отырам. Бірақ мен фастфудты жақсы көремін. Бүгін біз балалармен бірге тірі және өлі тағамдарды таңдаймыз. Тірі және өлі тағам дегеніміз не? Бұл сұраққа жауап беру үшін танымдық мультфильм көрейік. Тірі тағам бізді тірілтеді, ақылды күшті қуатты етеді. Ол бізді жүрек ауруларынан, семіздіктен, диабеттен, қатерлі ісіктерден қорғайды. Тірі тағамда витаминдер, өсімдік талшықтары мен басқа да пайдалы заттектер көп. Өлі тағам адамның қолына түсіп, танымастай өзгерген тағам. Өлі тағам ұзақ бұзылмауы және дәмді болып көрінуі үшін оларға сақтауыштарды, бояғыштарды, фруктозаны және басқа зиянды химиялық заттектерді қосады. Гамбургер, чипсілер, кәмпит және газдалған тәтті сусындар дәмді көрінеді. Бірақ мұндай фастфуд диабет, семіздік, жүрек пен мидың көптеген ауруларын қоздырады. Тірі және өлі тағамдар арасындағы айырмашылықтарды білгеннен кейін, балалар дұрыс таңдау жасай ала ма? Апельсин шырынын таңдар едім. Өйткені апельсин шырыны біздің денсаулығымызға пайдалы, және апельсин шырынында көп дәрумендер бар. Газдалған суды ішуге болмайды. Ішпеңдер енді. Болды. Бір жаққа шыққан кезде мен газды ішпеймін, мен тек қана шай, шырынды ішемін. Мен тірі тағамды таңдаймын. Маған мына табақ ұнайды. Маған да. Білім, тірі тағам болды. Қияр, бұрыш, мына жүде сәбіз. Өйткені ол пайдалы. Білем пайдалы екенін. Мама айттым, мынау точно картоп емес. Маған плов ұнайды. Маған қазы. Сәбіз. Мама айтады, бұл химия ғой, химия. Жеуге болмайды дейді. Бірақ все равно жей береді. Өйткені қыста біз құлпынайды көре алмаймыз. Сол үшін мен точно таңдаймын. Мен тісім арып жатыр. Құлпынай. Вилканы беріңізші. Өтініш. Мынаны мен жақсы көремін. Кешіріңіз. Жарайсыңдар, балалар пайдалы тағамдарды дұрыс таңдай білді. Бәрекелді! Ал сен пайдалы тағамды қаншалықты жиі таңдайсың? Жауабыңды комментарийде қалдырып, Баламан арнасына жазыл. Аз дәмді болсын. Сау болыңыз.